Қазіргі кезде бұл интенсивқа қала мектептерінің 9 сынып оқушыларын, яғни сервис саласына, қызмет көрсету саласына қызығушылығы бар оқушыларды жинап, біздер кәсіби бағдар беруді жөн көрдік және мамандықтың, жұмысшы мамандықтардың мәртебесін көтеруге бағытталған бір шара және қоғамда жұмысшы маманның орны бір бөлек деген қағиданы жеткізуге жол алды. Қазіргі кезде 760-тың үстінде білім алушылар, яғни студенттеріміз бар. Соның ішінде ерекше білім беруді қажет ететін 23 студентіміз бар. Бұлардың барлығы 100% жұмысшы мамандықтар және 100% тегін, яғни ақылы оқымайды. Бұл жерде керісінше жақсы оқыған студенттерге, білім алушыларымызға үкімет тарапынан шәкіртақылар тағайындалады, жатақханалармен қамтамасыз етілуге мүмкіншіліктері бар. Аспазшы болу, яғни тағам пісіру маған өте қатты ұнайды. Өзімнің хоббиім деп айтсам болады. Анам маған басында осындай экспериментальный топ ашылып жатқандығын айтқан болатын. Мен өз келісіммен осында келдім. Мен бұл колледжге 10 сыныпта түскен болатын. Қазіргі уақытта 11 сынып бітіріп жатырмын. ұбт-мен қатар осы колледжді алу бір жағынан өте қиындық тудырады. Біз практиканы мектептерде өткен болатынбыз. Ол мектептерде аспазшы апайлар бізге өздерінің бар білгендерін үйретіп, тағам пісірудің қыр-сырын үйретті деуге болады. Бұл диплом, қосымша диплом болып табылады. Біз 11 сыныптан ұбт тапсырғаннан кейін басқа мамандыққа түссек те, осы аспаз мамандығын өзіміздің жанымызда қосымша жұмыс ретінде алып шыға аламыз.